Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарымыз: Harry Kane басын тауға да тасқа да соқты. Енді қайда барады? Гюндаганды айдап шығам деп ақырып отырған кім болды? Осы және бұдан да басқа жаңалықтар бар біздің арнамызда. Дәл қазір тіркеліп арнамызға қоңыраушан басып қойыңыздар, себебі күнделікті футбол ақпараттарын шығарушы арнамыз достар. Ал біз бастайық, кеттік. Кешегі Чемпиондар лигасы өте қызықсыз болды. Оны бәріміз де көрдік. Бірақ та кеше осы 13-ші сектор арнасында біз Интер клубы Атлетико Мадридқа өздерінің бір голын салады. Ол анық деген болатынбыз. Әупірімдеп жүріп әйтеуір бір голдарын салды. Енді бір мотивация беретіндердің сөздері бар еді. Кешегі күн өтті, ертеңгі күн белгісіз, бүгінгі күнмен өмір сүріңдер деп. Бүгінгі күн не болады? Бүгінгі күні Чемпиондар лигасында өте қызық болады. Наполи мен Барселона ойнайды. Енді қазіргі таңда қарап тұрсаңыздар, букмекерларда, аналитиктар, сарапшылардың бәрі Наполидан қарағанда Барселонаны фаворит санап тұр. Біз де сол оймен қосыламыз, және де бүгін Барселона жеңеді-ау деген ойда тұрмыз. Сіздердің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды әлбетте пікірге жаза отырсаңыздар болады. Порту мен Арсенал бар, оның жанында. Арсенал енді қазіргі таңда соңғы ойындарда жоқ дегенде бір 5 гол салып жүргеніне қарағанда Портуға да бір 2 гол сала алады деген ой бар. Осындай ойлар бүгінгі ойындарға. Бүгінгі ойындар түнгі сағат 2-де Казспорт және де Қазақстан ұлттық арналарынан көрсетіледі. Михаил Мудрик жас талант, бірақ та ақшасы өте көп төленіп қойған талант деп санауға болады. Енді 40 миллион евроға алған кезде Михаил Мудрикті Челси клубының жанкүйерлері бұндай әңгіме айтпайтын еді. Оған 110 миллион евроға келіп, қосалқы құрамда отырып қалу, алаңға шықса өзін жоғалтып алу, оның қалтасына қаншама миллион евроны салу, жалпы Челсиға жағып жатқан жоқ қазіргі таңда. Сондықтан да Михаил Мудрикқа егер де ұсыныстар түсетін болса, қандай да бір жақсы ұсыныс түссе, қазірдің өзінде Челси клубы қоштасуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Себебі Почеттиноның пресс-конференцияда берген бір сұхбатында Михаил Мудрик әлі алаңға шығуға дайын емес. Қазір дайындық үстінде, негізі шеберлігі мықты ойыншы деп жай ғана бір сыпайы сипап өтті сөзбен. Бірақ қазіргі таңда Челси клубы жаймен Михаил Мудрикқа жақсы ұсыныс келсе сатуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Sport.s басылымының айтуынша. Негізінде әлі Михаил Мудрик жас ойыншы, талантты да ойыншы шығар. Бәлкім енді бірден мына жақта жанкүйерлердің қысымы бар, алаңның қысымы бар, бірден АПЛ-ға келуі бар, үйренісуі бар деген сияқты бәлкім бір мүмкіндік беріп көрген дұрыс па деген ойда тұр менің басымда. Манчестер Юнайтедке Джим Рэдклифф келіп 25% акциясын сатып алғаннан кейін Манчестер Юнайтедтің қазіргі менеджерлар ауысып жатыр, жақсы жаққа бет бұрып жатыр. Қазіргі ойындары да түзеліп қалды. Ал енді жаңадан келген Джим Рэдклифф осы қазіргі бапкер Эрик тен Хагқа сенетінін айтты. Және де соған ыңғайлы ойыншыларды алып берейік, бұл бапкер ойната алады. Негізгі біз қалаған жетістіктерге жеткізе алатын бапкер деп санайды. Және де Эрик тен Хагпен ақылдасқан кезде Эрик тен Хагтың 2 ойыншысы бар екен. Негізгі өте қатты алғысы келетін. Оның бірі Фрэнки де Йонг, Барселона клубының қазіргі жартылай қорғаушысы, мықты ойыншы. Екіншісі Harry Kane. Қазір енді Хойлундты білесіздер, өте жақсы ойнап жүр, мықты ойнап жүр, шабуылшы 9-дық. Бірақ енді ол қаншалықты тұрақты болады болашақта, ол да белгісіз. Не дегенмен де мықты шабуылшы, жасы 30-ға келіп қалса да, қай жаққа барса да тұрақтылығын жоғалтпаған, АПЛ-дың өзінде жілігін чағып майын ішкен, сол Harry Kane'нің келгені дұрыс деп санайды екен Эрик тен Хаг. Осы Фрэнки де Йонг пен Harry Kane үшін 250 миллион евро бөлуге дайын екен Манчестер Юнайтед клубы. Енді Бавариядан кете ма, кетпей ма белгісіз. Harry Kane'ға кейде жаның ашиды. Тоттенхэммен мүлдем кубок алмады. Баварияға барды сол кубок үшін, бірақ та Бавариямен биыл қандай да бір кубок алу өте қиын.
ертең Манчестер Юнайтедке келеді. Манчестер Юнайтед 1-2 жылда бәрін қырып жойып тастайды дегенге сенуде қиындау. Сонда мүлдем кубоксыз аяқтайын деп тұрма Харри Кейн мансабын? Бір шетінен қазір Баварияда Харри Кейнге қысым өте ауыр болып жатқан сияқты. Кейн келді, Бавария кубоксыз қалды деген сияқты әңгіме көп. Егер Манчестер Юнайтедтен нақты ұсыныс түссе, Харри Кейн қатты ойланатын болады. Бір қызық деректерді оқып қалдық. Барселона клубы енді алдағы маусымда міндетті түрде бапкер ауыстыратыны белгілі. Және де ол орынға ең негізгі бапкерлердің бірі деп Ханс Дитер Флик. Осы Баварияның алдыңғы бапкері, Германияның бапкері десек те болады. Осы бапкер келеді деген ақпараттар бар енді. Бұл Барселонаға бірінші талапты да айтып үлгеріпті дейді. Ол қандай талап десеңіздер, Гюндаганмен жұмыс жасағысы келмейді екен Ханс Флик, және де Гюндаганды сатуларын сұрады. Егер де мен келетін болса, міндетті түрде бірінші Гюндаганды сатылымға қоясыңдар, сатып жібересіңдер деген екен. Былай қарап тұрсаңыздар, Гюндаган мен Ханс Флик негізі отандастар, жерлестер десек те болады, бір-бірін демеудің орнына. Демек араларында бір жағдай болған шығар. Бірақ та бұл абыройлы басылымдардың айтып жатқан әңгімесі емес. Не дегенмен де осындай екеуінің арасында бір келіспеушілік бар тәрізді. Бірінші мәселе Гюндаганды сату керек деген мәселе екен. Ханс Фликтің айтуынша Барсаның қазіргі болмай жатқан, жүрмей жатқан ойыны барлық мәселесі Гюндаганға байланысты деген сияқты айта салды Ханс Флик, ешкімнен сескенбестен. Ненің не болатыны қазір белгісіз. Ханс Фликтің өзі де келмей қалуы мүмкін Барселонаға, сондықтан да әліптің артын бағайық. Бұл 13-ші сектор арнасы достар, күнделікті сіздер үшін футбол ақпараттарын шығарады. Сондықтан да дәл қазір арнамызға жазылып қоңырау басуды ұмытпаңыздар.